Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Біздің бүгінгі видеоның кейіпкері Ресейдің тұңғыш президенті Борис Николаевич Ельцин. Ол Ресейді 10 жылдай басқарды. Сол кезде Ресей қатты құлдырады. Түрлі жиындарда ақш президенті оны мазақ қылып күле бастады. Қазақстанның президенті Назарбаев туралы «Жұлдыздар тоғысқанда» фильмінде Ельцинді есерсоқ кейіпкер қылып суреттеген. Тіпті оны Ресейдің өзінде де жақтырмай деген. Ол туралы көпшілік теріс пікірде. Себебі оның жіберген қателіктері мен Қазақстанға жасаған жақсылықтары өте көп. Сонда оның абыройына өшпес дақ салған не нәрсе? Ресейліктер Борис Николаевичтің тұсындағы 90-шы жылдарды еске алғысы келмейді. Сол тұста Ресей қатты қиналып, мемлекет дефолт болуға сәл қалды. Ресейдің құрамындағы мемлекеттер өз тәуелсіздігін алып, бөлек шығуға тырысты. Ельцин оларды күшпен әзер ұстап қалды. Ресей шешен соғысы соның дәлелі. Егер Ельцин елді тағы 5 жыл басқарғанда, Ресей дүниежүзілік картадан жойылып кетер еді. Ресейдің аумағы тек Мәскеудің айналасы болып қалар еді. Ал Қазақстан Ресейден өзінің байырғы жерлері Орынбор, Алтай, Астрахан, Сартау секілді көптеген ұлан-ғайыр жерлерін алып, әлемдегі ең ірі мемлекеттердің бірі болар еді. Біз бүгінгі видеодан Борис Николаевичтің 5 қателігін айтып өтеміз. Ельцин ел басқарып тұрғанда алкогольді ішімдікке құмар болды. Ол ресми жиындарға ішіп барып сөз сөйлей беретін. Тіпті ол Ирландия елінің басшылығымен кездесер кезде ұйықтап қалып, оларды әбден күттіріп қойды. Сол кезде ұшақта қатып ұйықтап жатқан Ельцинді ешкім оята алмаған. Кейін Ельцин 18 сағат жолда жүріп шаршадым деп ақталады. Я скажу честно, я просто проспал 18 часов в полете. Назарбаев туралы «Жұлдыздар тоғысқанда» фильмінде Ельцин араққа тойып алып, өзенге түсетін көрініс бар. Осы арқылы режиссер Ресей басшысының тентектігін көрсетеді. Тағы бірде Ельцин шетелде ресми іс-сапармен жүргенде ішіп алғаны сонша, көшедегі оркестрге дирижерлік жасап, әбден ұятқа қалды. Мұндай оқиғалар өте көп болған. Беларусь президенті Лукашенко Ельцинді өзіне арақ ішуге мәжбүрлегенін айтады. Мен өзім ішетін адам емеспін, бірақ Ельцинмен арақідік ішіп тұруға тура келетін. Сыйлайсың немесе сыйламайсың. Енді сыйлайсың ғой. Мен ішімдікке мүлде шыдай алмаймын. Менде мұның ферменттері жоқ, деп бөлісті Лукашенко. Оның айтуынша, Ельцин бүкіл мемлекеттік мәселелерді арақ ішіп отырып шешетін. Сол себепті де ол көптеген қателіктерге жол берді. Ресейдің абыройы түсіп, держава болмай қалды. Осының бәрі президенттің денсаулығына кері әсер етті. 96 жылы ол жүрегіне операция жасатты. Операциядан соң ол өз-өзіне 1 жылдай келді. Дәрігерлер президентке ішімдікті азайту керектігін айтты. Егер ішімдік ішуді азайтпаса, оның өмірден өту қаупі барын тұспалдады. Осыдан соң президенттің ахуалы нашарлап, Ресейді әзер басқарып жүрді. Сосын 99 жылы мен шаршадым, мен отставкаға кетем деп халыққа бейне жолдау жасап, орнына Путинді қойып кетті. Совет одағы ыдырап, құрамындағы 15 республика өз тәуелсіздігін алған соң, олар шекараларын бекіте бастады. Бұл уақытта Қазақстан мен Ресейдің шекарасы әлемдегі ең ұзын құрлық шекарасы еді. Ресеймен шекара бөлісерде Қазақстанға көршісіне есе жібермеу керек болды. Себебі алпауыт орыс елі күшке салып, біздің кейбір ауылдарымызды алып қоюы мүмкін еді. Әсіресе Каспий теңізі үшін талас қатты болды. Себебі Каспий теңізінде мұнайдың мол қоры бар. Каспийдің мұнайы бір мемлекетті 100 жыл асырай алатын күшке ие еді. Ресей билігі Каспийдің мұнай қоры көп солтүстік бөлігін Қазақстанға бергісі келмеді. Егер сол кезде Ресей бізге солтүстік бөлікті мүлде бермей қойғанда, Қазақстанда мұнай өте аз болып, халық өте кедей өмір сүрер еді. Нұрсұлтан Назарбаев осы мәселені шешу үшін әбден жүгірді. Ол 98 жылы 6 шілде күні өзінің туған күнінде Ельциннің алдына келді. Сонда Ельцин Назарбаевтың көңілін қалдырғысы келмей, бірқатар аса маңызды құжаттарға, соның ішінде шекараларды делимитациялау туралы келісімге қол қойды. Және Каспийдің Қазақстан шекарасындағы бөлігінде берді. Бұл оның қазақстандық әріптесіне туған күніне жасаған үлкен сыйлығы болды. Содан бері Ресей Каспий теңізіндегі ресурстарды игеріп жатқан үшін Қазақстанға ештеңе дей алмады. Бірақ шекараны бөлісер кезде бір қызық оқиға болды.
Ельцин Каспий жағасындағы теңіз кен орнына қатты қызығады. Мұнда қазба байлық өте көп болды. Теңіз кен орнында 10 мыңдаған адам жұмыс істеп, бүкіл Қазақстанды асырай алатын қуатқа ие болды. Сонда Ельцин Назарбаевқа теңізді бізге беріңдер деп қолқа салады. Назарбаев бұны бастапқыда әзілдеп ойлап қалады. Бірақ Ельцин айтқаннан қайтпай тұр. Сонда Назарбаев тапқыр шешім қабылдап, ендеше Ресей бізге Орынбор облысын қайтарсын. Орынбор Қазақстанның астанасы болды емес пе деп айтады. Иә, бұрын Орынбор қазақтың төл жері болған. Мұнда Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов секілді алаш арыстары Қазақстан мемлекетін құрады. Орынбор 20-25 жылдары Қазақ АКСР-ның астанасы болды. Қазіргі уақытта Орынбор облысында 120 мыңдай қазақтар тұрады. Міне сол кезде Ельцин Назарбаевқа не дерін білмей қалып, сіздің Ресейдің аумағына қатысты арыз шағымыңыз бар ма дейді. Назарбаев оған жоқ, ешқандай арыз шағымымыз жоқ деп жауап береді. Сөйтіп екеуі бір-бірін құшақтап арқасынан қағады. Осылайша теңіз қазаққа қалады. Егер сол кезде бұзық президент болғанда, Қазақстанға ештеңе бергісі келмей, бізді әбден қысуы мүмкін еді. Кейіннен Ресейдегі кейбір арандатушы саясаткерлер Ленин мен Ельцинді қатты кінәлайтын болды. Олардың айтуынша, Ленин қазақтарға кең байтақ жерді сыйлап жіберген. Сол себепті де Қазақстан жер көлемі жөнінен әлемде 9-шы орын алып отыр. Ал Ельцин шекараны сызғанда көбінесе Назарбаевтың ығына жығылып, Каспий теңізінен бөлек солтүстік өңірдегі кейбір ауылдарды тегін беріп жіберген деген пікір айтады. Сол себепті де олар Ельцинді әлі күнге дейін нашар президент деп атайды. Борис Николаевичтің тұсында Ресейде байлар қатты көбейді. Мысалы, Березовский Ресейдегі президенттен кейінгі нөмірі 2-ші адам болды. Березовский деген жай ғана кәсіпкер еді. Бірақ ол ақшасы көп болғасын, облыс губернаторларын, қала мэрін, министрлерді оп-оңай сатып ала берді. Ол ресейлік экономикалық ресурстардың 50%-дан астамы небәрі 7 адамның қолында екенін, олар Ресей экономикасын бақылап қана қоймай, саяси мәселелерді де шешеді деп мақтанған. Яғни алпауыт Ресейдің бар байлығының тең жартысын олигархтар қалталарына басып отырғанын ұялмай айтты. Ал бұл кезде халық шерге ас таппай, тоз-тозы шығып жүрген еді. Ресейде жұмыссыздық белең алып, ауылдан келген орыс қыздары қалада күн көру үшін жезөкшелікпен айналысты. Ал ер азаматтар қылмыс жасап, ақшасы барларды ұрып-соғып, тонай бастады. Ал бұл кезде Ресейдегі 7 олигарх Борис Березовский, Михаил Ходорковский, Владимир Гусинский, Владимир Виноградов, Владимир Потанин, Михаил Фридман и Александр Смоленский шалқып өмір сүрді. Олар Ельциннің президент болып тұра бергенін қалады. Егер басқа біреу президент болса, олигархтардың соңына түсуі мүмкін еді. Соған байланысты сайлауда олар Ельцинге көмектесті. Сөйтіп олигархтар Ельциннің кезінде әбден байыды. Яғни Ресейді іс жүзінде олигархтар басқарып отырды. Ал Ельцин олардың қуыршағы болды десек қателеспейміз. Кейін билікке Путин келген соң бірінші кезекте ол олигархтарды құртты. Борис Березовский это кто? Шынымен де Путин алғаш президент болған кезде халық үшін жұмыс істеді. Сол кезде халықтың жағдайы жақсарып, Ресей дамыған елдердің қатарына қосыла бастап еді. Бірақ адам билікте ұзақ отырса бұзыла бастайды. Путин билікте ұзақ отырған соң оның бар ойы Ресейді империяға айналдыру болды. Ол бұрынғы Совет одағының жерлеріне көз тіге бастады. Совет одағы кезінде әлемдегі ең үлкен держава болды. Совет одағынан бәрі аяқ тартатын. Бірақ 90-шы жылдардың басында Қызыл империяның оғы шайқалып, шаңырағы ортасына түсті. Оған басты себепкер Ельцин болды. Ол КСРО президенті Горбачевпен жұлдызы қарсы адам еді. Ол ылғи Горбачевтің бастамаларына қарсы шығып, оны менсінбеуге айналды. Нәтижесінде басқа мемлекеттердің басшылары да Ельцинге еліктеп, Горбачевтің сөзіне немқұрайлы қарай бастады. Ақыры 90-шы жылдардың басында Ресей, Украина, Беларусь елдерінің басшылары Беловеж келісімін жасап, Совет одағының құрамынан шығуға шешім қабылдады. Артынша Орта Азия елдері де шықты. Горбачев соқа басы сопайып жалғыз қалып, ақыры Совет одағының құлағанын жеткізді. Бұрын 15 республиканың астанасы болған Мәскеу енді жалғыз Ресейдің астанасы болып қалды.
Ельцин Горбачевтан кек алғанына қуанып той-тойлап жүрді. Бірақ түптеп келгенде бұл Ресейдің жеңілісі еді. Бір адамдың амбициясы алып империяны жоқ қылып жіберді. Бұл туралы бүгінгі күні Путин ашынып айтады. КСРО-ның ыдырауы мен үшін де, көпшілік халық үшін де трагедия болды. КСРО-ның ыдырауы дегеніміз не? Бұл дегеніміз КСРО деп аталған тарихи Ресейдің құлауы ғой. КСРО-ның құлауы Ресей үшін үлкен шығындарға әкеп соқты. Атап айтқанда 40% территориясын жоғалтты, дәл осындай экономикалық күшпен халқынан айырылды. Біз мүлде бөлек елге айналдық. Мыңдаған жылдар бойы қалыптасып, түзілген игіліктерді жоғалттық. КСРО-ның ыдырауының нәтижесіне орыс халқы әлемдегі ең бөлшектенген, әр елге шашыраған ұлт болды дейді Путин. Бір сәтте 25 миллион орыс ұлты өзге елдердің тұрғындары болып шыға келді. Олар тәуелсіздік алып, өз алдына ел болған мемлекеттердің құрамында қалды дейді Кремль басшысы. Ол тікелей айтпаса да, Ельцинді осыған кінәлады. Бұрын Совет одағы мен ақш қырғи қабақ соғысып жүретін мемлекет еді. Олар бір-бірімен әскери жағынан әбден жарысты. Әсіресе олар ғарышты игеруге қатты таласты. Сол кезде ғарышқа бірінші болып Совет одағынан Гагарин ұшып, абыройы асқақтаған еді. Осылайша олар ақштың ішін күйдірді. Содан кейін ақш айға бірінші болып, өз ғарышкерлерін ұшырамыз деп әуреленді. Яғни ақш пен Совет одағы бір-біріне лайық қарсылас болды. Бірақ Ельцин билікке келген соң Ресейдің жағдайы кері кетті. Президент өзін салмақты ұстамай, ән айтып, би билеп жүріп ақштың алдында әбден күлкі болды. Бұған орыс қоғамы қатты ұялды. Олар өздерін ұлы державаның халқымыз деп есептеп келген еді. Оның рухын Ельцин тас-талқан етті. Тіпті олар ақш бұлай тұрсын, өз құрамындағы Шешенстанмен соғысып, оны айқын басымдықпен жеңе алмады. Сол кезде Ресейдің бүкіл әлем алдында абыройы қатты түсті. Бұған бірінші кезекте әлсіз саясат жүргізген Ельцин кінәлі еді. Кейіннен Ельцин Путиннің уәдесін алып, оны билікке алып келді. Путин оған тиіспеуге, ылғи қорғауға уәде берді. Ельцин зейнеткер болып 2007 жылы дүниеден қайтты. Ол өмірінің соңында тегін үй, тегін күзетте болып, үкіметтен көп мөлшерде зейнетақы алып, армансыз өмір сүрді. Путин сөзінде тұрып, оған тиіскен жоқ. Міне, Ельцин осындай азамат болды. Әрине пенде болған соң, оның кемшіліктері де болады. Және оның көптеген жақсылықтары да болды. Осындай тұлғаларда әділ бағасын беретін уақыт екенін ұмытпайық.